Үйге кіргізсең далаға шығар дейді ол постоянно. Маманың қасында жатады, менің қасымда жатады, разница жоқ. Сондай кез ғой қазір дейді. Иә, сондай кез ғой қазір. Дала деген далада қазір. Дала жүре берсем екен дейді ғой далада. И суға түсе берсем дейді ол болды. Машинаны жақтырмайды да, бірақ машинаның ішінде отырғанды ұнатпайды. Машинада жүріп бара жатсаң да ше, кетіп бара жатсаң да тоқта дейді ғой, болды. Сол жерден тоқта, мен далаға түсемін. Татуы сондай ғой қазір. Айым бекен-ай, күнім бекен-ай. Шынар ханым, кеттіңіз ба? Жақсы, аман болыңыз, бар болыңыз. Амандық тіледім. Саған ұқсайды дейді. Өз жандарым, рахмет. Айым бекен-ай, күнім бекен-ай. Өзі сұлу, өзі жас. Мынаны қоймай қойшы. Внимание бөлсе дейді. Итак, кешке дейін менімен болды ғой, достар. Үйтіп андай бәле хорланып, бәле іздемей отырыңдар тыныш. Бәле іздемей тыныш отырамыз, достарлар, айналайын жандарым. Жылағым келіп тұр деген не үшін? Очки зрениенькая. Үсте. Королева танцпола, виски кола. Қой, ең қымбат сыйлық кім берді дейді. Туған күнде ең қымбат сыйлықты кім берді дейді. Туған күнде ешкімнен ешқандай қымбат сыйлық алған жоқпын жай. Ол туралы қозғамай қойшы, қазір нервім ауырады. Шашым жуық қойғам. Наоборот, суға фенмен кептірген жоқпын әлі. 17 берема деп күтедік дейді. 17-ні өзі айтпақшы, мен телефон действительно қуып жүрші. Инстаграм бассам, басқа приложение кіріп кетеді. Тиктокты бассам, вообще звондайды кіріп кетіп қуып жүрші. Действительно өзім аламау телефон. Ешкімге бәле қылмай. Мен просто данное время менде мынандай болып жүрді. Қазір мен өзім квартирамды төлеймін. Айына 300 мың. 200-250 мың продукты кетеді. Тура осы сентябрьде туған інім бар. Универде оқиды. Туған ініме 1,200,000 айына оқуын ақшасын төлеймін. Осы еще августтың 15-іне дейін. Еще жақында осыны дата айтпай қойын. Мамамның 50 жас тойын жасайын деп жатыр. Ол бар. Оны бірақ сюрприз қылып жасайын деп жатыр. Мамам 50-ге келді айтпақшы мен. Осы августтың 9-ына 50-ге келеді мамам. Оны той қылып жасайын деп жатыр. В общем, сондай мен телефонын алайын десем, қойшы деп тұрмын да, басқа нәрселермен жетпей қалады. Бәрі есеп қойын. Өздеріңіз түсініп тұрсыздар ғой, сіздерді есептеп жүресіздер ғой, сол сияқты ғой. Үйде енді үлкені мен, асыраушысы мен, сол үшін есеп болу керек та, менде есеп болмай қалса, ертең не болып кетеді. Машинаны көреміз енді. Машинаны ол ойда бар. Ол бірақ тойды өткізіп алайын, Құдай қаласа. Мүмкін осы айда, мүмкін келесі айда машина аламын. Бірақ планда болмай тұрсын. Мына телефон енді сынып, до конца экран істемей қалғанша осыны ұстап жүретін сияқты. Ақ көңіл ғой дейді. Жоқ, мен по факту айтамын, мен несін жасырамын, мен кәдімгідей бауырларым артымда тұрған менің енді сестрам мен қарындасым тұрмыста. Олар өз өмірлерін сүріп кетті. Одан кейін менде 3 қарындасым бар, інім бар. 4 қарындасым бар.
бір қарындасым ауылда жүр, пока сестрам жанында. Сол үшін сол жақта андай демалыста, жазғы демалыста ертең ол да келеді. 4 қарындасым, бір інім. Бәрінің нелері менің мойнымда. Жұмыс істейсіз ба дейді. Жұмыс істемесең өмір сүре алмайсың ғой. Алматыда әсіресе жұмыс. Алматыда сен қанша доход табасың, сонша расходты кетеді ғой, бұяқта да қымбат. Еще мен балама памперсін, тамағын, құдай қаласа садикке берейін деп отыр. Ол барлық нәрсесін әйтеуір беріп отырамын қолымнан келгенше. Апта сайын болсын жіберіп отырамын. Тоба, яғни істейді ғой. Жұмыс істемесең ақша саған біреу бермейді ғой. Өзіңіз неңіз алыңыз дейді. Аумин. Құдай қаласа мен бірақ жер үй аламын ше. Жер үй соған. Маған жер үй ұнайды. Бір жер үйде тұрғанға не жетсін, өзіме ұнайды, жайлы. Айым бекен-ай. Общем, біраз нәрсе айтып тастадым өзім жайлы. Өзім жайлы біраз нәрсе айтып тастадым, ашылып. Қазір далада мамам жүр, туған інім жүр, туған қарындастарым үшеуі и жігер бәрі жүр далада. Бізде мынадай қазір ЖК-ларда, двордың алдында бәрі шөгіріп жүреді, бала-шаға қатты ойнайды. Түнде де, күндіз де шулап атады. Светтері жанып тұрады, әйтеуір. Тура ЖК-ның алдында площадка бар, сол жерде шықпай ойнайды да. Бала-шағаны кіргізсең жылайды ғой кәдімгідей ше, кірмейін деп. Айым бекен-ай, көңілім бекен-ай. Өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен-ай. Басқа? Әңгімелеріңіз жоқ болса, онда мен шығайын. Мен де барайын. Балапан жанына барып алайын. Жігерді көрейік дейді. Ой, Алла, бәрін көріп